Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабағыма қош келдіңіздер. Балалар, экранға назар аударыңыздар. Суретте кім бейнеленген? Дұрыс айтасың. Суретте Қаныш Имантайұлы Сатпаев. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қаныш Сатпаев жан-жақты ғалым. Зерттеу сұрағы, осы Қаныш Сатпаевтың феномені неде? Балалар, сендердің алдарыңа мәтін таратылды. Сол мәтін бойынша жұмыс жасаймыз. Алдарыңызда кестені толтыру керек. Яғни осы Қаныш Сатпаев еңбектерінің зерттеген салалары және оның маңыздылығы, ғылыми зерттеулері және оның маңыздылығын белгілейміз. Дұрыс балалар, аяқтаған болсаңыздар, келесі тапсырмаға өтейік. WhatsApp желісіне сілтеме берілді. Сол сілтеме арқылы бейне фильмді көреміз. Қазақ ұлттық техникалық университеті академик Қаныш Сатпаевтың есімімен аталады. Бұл адамның Қазақстанның техникалық білімі мен ғылымы саласына сіңірген еңбегі өлшеусіз мол. Талантты ғалым, тәжірибешіл геолог ретінде ол республика өнеркәсібінің ғылымы мен қоғамдық өмірінің дамуына елеулі үлес қосты. Қаныш Сатпаев 1899 жылғы сәуірдің 12-сінде Павлодар облысының Баянауыл ауданында дүниеге келген. Қаныш Сатпаевтың өмір жолы даңғыл болған жоқ. Оның ұстазы Михаил Антонович Усов тағдырдың жазуымен Баянауылға қымыз ішіп емделуге келген еді. Ол кезде құрт ауруы көп таралған дерттердің бірі болатын. Міне осы адам өзінің қызғылықты әңгімелерімен әуелі жас Қанышты еліктіреді. Сосын оның әкесімен кеңесіп, оны көндіреді. Сөйтіп, Томскіге оқуға түскен алғашқы 2 жылда Қаныш Имантайұлы осы Усовтың пәтерінде тұрады. Қаныш Имантайұлының Томскіде алған білімінің одан кейінгі өмір үшін зор маңызы болған еді. Жезқазған Қаныш Сатпаевтың назарын сонау студенттік кезінен аудартқан болатын. Бұнда жас ғалым барлау орындарында тік қазылған шұңқырлар мен жер асты кеніштерінде зерттеулер жүргізген. Жергілікті тұрғындардан сұрастырған, мұрағатты ақтарған. Институтты бітіргеннен кейін Сатпаевтың дәл осы өңірге жіберілуі кездейсоқтық емес. Өйткені жаңа кеніштерге зәрулік туған еді. Жезқазған бұрыннан белгілі болатын. Алайда оның тау-кен өнеркәсібінің ірі нысаны ретіндегі маңызы, рөлі әлі де толықтай анықталмаған болатын. Қаныш Сатпаев Жезқазған облысына геологиялық барлау жасауды ұсынды. Ғалым бұл жердің алдын ала зерттеулеріне сүйеніп, оның табиғи қазбаларға бай екендігіне сенімді болған еді. Бірақ ауқымды геологиялық барлау жұмыстарына рұқсат алу үшін ұзақ тер төгуіне тура келді. Ол табаны күректей 15 жыл тапжылмастан Жезқазғанда тұрақтап, оның әлемдік деңгейдегі аса ірі нысан екенін дәлелдеп берді. Қаныш Сатпаев Жезқазған кеніші мен Мәскеу арасында шапқылаумен болды. Ол зерттеулерді өзі жүргізіп, жергілікті тұрғындарды осы кәсіпке тартты. Ал Мәскеуге Жезқазғанда игеру қажеттігін дәлелдеу үшін баратын, және оны дәлелдеді де. КСРО ауыр өнеркәсібі комитетінің басшысы Серго Орджоникидзе 36 жылғы наурыздың 25-інде Жезқазған мыс балқыту комбинатын салу туралы бұйрыққа қол қойды. Бұл зауыт көп ұзамай-ақ түрлі түсті металлургия дамуындағы ірі нысанға айналды. Қаныш Имантайұлы Сатпаевтың күш-жігерінің, таланты мен талабының арқасында сол айналасы 15 жыл ішінде Жезқазған әлемдік дәрежедегі кен орындары қатарына кірді. Жезқазған кеншіліктің алтын бесігі іспетті. Ол Қаныш Имантайұлының төл туындысы екендігіне шүбә жоқ. Біріншіден, ол ұлттық жұмыскер мамандарды баулып шығарды. Геологиялық өнеркәсіп мектебінің, геологиялық барлау мектебінің өкілдерін тәрбиелеп шығарды. 1940 жыл Қазақстанда геологиялық ғылымдар институты құрылды.
Республика басшылығы оған тыңғылықты ғылыми дайындығы бар, тәжірибелі, Қазақстанның байлығы жайтын жақсы білетін маманды жетекшілікке тағайындауды ұйғарды. Бірден Сәтбаевтың есімі аталды. Алайда ол кезге қарай оның ғылыми дәрежесі әлі жоқтың қасы еді. Әрі ғылым әлемінде Қаныш Имантайұлы есімі онша танымал емес болатын. Сол тұста Сәтбаевты КСРО ғылым академиясының сессиясына Қазақстан атынан баяндамашы ретінде ұсынуға шешім қабылданды. Оның баяндамасына елдің озық ғалымдары қолдау білдірді. Осы баяндамадан кейін ол мәртебелі ғалым атағын иеленді. 1941 жылы осы тумысынан аса ірі ғалым Қаныш Имантайұлын КСРО ғылым академиясының қазақ филиалына шақырады. 1944 жылы ол Қазақ КСР-ның ғылым академиясын құру бойынша қайраткерлікке белшеше кірісті. Ал 2 жыл өткенде дербес ұйым ретіндегі академия өз қызметін бастап та кетті. Оның президенті ретінде әлбетте Қаныш Сәтбаев тағайындалған еді. Академия туралы айтар болсақ, Қазақстандағы ғылым бөле жара сол кісінің білімі мен еңбегінің арқасында, ақыл парасаты мен кемеңгерлігінің арқасында өркен жайды. Қазақстанда сол кезде геология ғана дамып қойған жоқ. Қаныш Имантайұлының тұсында ғылымның барлық салаларына сара жол ашылған еді. Алайда 50-ші жылдардың бас шенінде жалған айыппен Қаныш Имантайұлы ғылым академиясының жетекшілігінен алынып тасталды. Бірақ тарих көрсетіп бергендей, бұдан Қазақстанның геология ғылымы тұғырынан тайған жоқ. Осы тұңғыш қазақ геолог, тұңғыш академик, тұңғыш ғылым докторы, тұңғыш академия президенті деген атақтар Қаныш Имантайұлын жазықсыз жала жабу жылдары шыққан биігінен түсірмей, тіреу болған тұғырларға айналды. Өйткені ол біріншіден Қазақстанда геологиялық жұмысты ұйымдастыру, ал екіншіден жүйелі ғылым саласын қалыптастыру биік міндетін атқарған еді. Бүгінде замандастары Қаныш Имантайұлының ерен еңбегінің жемісін жеп келеміз. Қазақстан күні бүгінге дейін соның игілігін көріп келеді. Қаныш Сәтбаевтың әйгілі ағылшын премьер-министрі Уинстон Черчилльмен кездесу тарихи оқиғасы баршамызға мәлім. Уинстон Черчилльге алып тұлғалы қазақты таныстырғанда ол «Барлық қазақтар сіздей биік пе?» деп сұрапты. «Халқым менен әлде қайда биік» деп байсалды түрде әрі мақтанышпен жауап берген екен сонда Қаныш Имантайұлы. Балалар, бейнефильмді тамашалаған болсаңыздар, онда келесі сұрақтарға жауап жазайық. Алдарыңызда сұрақтар ұсынылған. Ал енді осы сұрақтарға жауабын тыңдайық. 1946 жылы ашылған Қазақ КСР ғылыми академиясының тұңғыш президенті кім болды? Дұрыс, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың қандай ғылыми еңбектерін білесің? Әрине, ер едіге эпосын қазақ тілінде аударды және Жезқазған ауданындағы көне заман ескерткіштері атты еңбегін жазды. Қазақстанда геология мектебінің негізін салушы кім? Әрине, ол да Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. Оның ашқан қандай кен орындарын білесің? Ұлытау Жезқазған мыс кен орны, марганец кен өндірілетін жезді ашты. Осы бүкіл КСРО бойынша 70,9% осы жерде өндірілген болатын. Қаныш Сәтбаев қандай оқулық жазды? Әрине, ол қазақ тілінде алгебра оқулығын жазған болатын. Қаныш Сәтбаевтың ғылымға қосқан еңбегі үшін қандай марапаттармен марапатталды деген сұраққа балалар, 2-ші дәрежелі Отан соғысы орденімен марапатталды. Ғылымға сіңірген еңбегі үшін геология, минералогия ғылымдарының доктор атағы берілді. Балалар, сонымен сендерге сұрақ. Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың феномені неде? Деген сұраққа эссе жазып маған өткіземіз. Олай болса балалар, кері байланыс жүргізейік. Бүгінгі сабақтан сіздер не алдыңыздар? Сіздерді қызықтырған не? Және сіздер келесі сабаққа не туралы білгілеріңіз келетіндеріңізді жазып жіберіңіздер. Ендеше сабақ аяқталды, сау болыңыздар.